Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Бұл арнадан сіздер менің жазған әңгімелерімді тыңдайтын боласыздар. Егер де сіздерге ұнап жатса, көңілдеріңізден шығып жатса, арнама тіркеліп, подписация басып, қолдап кетуіңізді өтінемін. Және де ұнап жатса, лайк басып қойыңыздар. Жүректің шындығы. Айдана университеттің соңғы курсында оқып жүрген. Көктемнің жылы лебі сезілген мамыр айы. Сол күні ол кітапханаға асығып келе жатқан. Жолда студенттердің бір тобы көңілді күліп, шулап тұрған. Солардың ішінде бір жігіт көзге ерекше түсті. Ол Ербол. Бойы сұңғақ, жүзі байсалды, бірақ көзінде бір жылулық бар. Кездейсоқ көздері түйісті. Айдана кідірді. Жүрегі сәл дүрсілдеді. Ербол да оның жанынан өтіп бара жатып, бір сәтке тоқтады. Кешіріңіз, сіз әдебиет факультетінен емессіз бе? Деді Ербол жұмсақ үнмен. Айдана сәл таңданып, иә, қайдан білдіңіз? Бір-екі рет кітапханада көріп қалған едім. Әдебиетке қызығасыз ба? Айдана жымия жауап берді. Қалам мен қағаз менің танысым ғой. Сол сәттен бастап екеуінің арасы жай таныстықтан ерекше сезімге ауыса бастады. Қарапайым әңгіме, шынайы көзқарас, жымию жүректің алғашқы тербелісін тудырды. Екеуі де бұл кездейсоқ сәтті ұмыта алмады. Айдана мен Ерболдың кітапхана алдындағы алғашқы әңгімесі ұзаққа созылмаса да, әсері жүрекке із қалдырғандай болды. Сол күннен бастап Ербол күнде кітапханаға келетінді шығарды. Әуелде жай ғана бұрыштағы үстелге отырып кітап ақтаратын, бірақ көзі ылғи да бір адамды іздейтін, Айдананы. Бір күні Айдана келмей қалды. Ерболдың іші пысып, тіпті кітаптан да мән кете бастады. Ертеңінде келіп, Айдананы көргенде өзінен өзі жымиып, көңілі жадырап кетті. Кеше келмей қалдыңыз, бәрі дұрыс па? Деді ол сәл қобалжи. Иә, аздап сырқаттанып қалдым, деді Айдана. Дауысы баяу шықты. Бірақ бүгін өзімді жақсырақ сезініп тұрмын. Онда жақсы, сізді көрмей қалсам бірдеңе жетіспей тұрғандай болады екен. Айдана сәл төмен қарап күлімсіреді. Бұл жай ғана сыпайы сөз емес екенін ол жүрегімен сезді. Сол сәттен бастап екеуі күн сайын кітапханадан кейін бірге жүретін болды. Бастапқыда әдебиет, музыка, арман жайлы сөйлесетін, кейін жүректер де үндесе бастады. Күздің соңғы күндері аспан ауыр бұлттармен жабылып, қалаға салқындық ене бастады. Бірақ Айдана мен Ербол үшін әр күн жылулыққа толы еді. Олар кітапханадан кейін саябақта серуендейтін, кейде көше бойындағы дәмханадан шай ішетін. Айдана Ерболдың жанында өзін еркін сезінетін. Ол қыздың жан дүниесіне үңіліп сөйлейтін. Ал Ербол үшін Айдана нәзік те мықты, сырлы да терең әлем секілді еді. Кейде адамдар үнсіз де бір-бірін түсіне алады, деді бір күні Ербол. Екеуі ағаштардың арасымен үнсіз келе жатқанда. Айдана оның жүзіне қарады. Ербол да көзін аудармай жымиып тұр екен. Сонда біз үнсіз түсінісіп жүрміз бе? Деді қыз жай ғана. Иә, тіпті сен менің ойымдағыны кейде алдын ала сезетін дейсің. Айдана үн қатпады, бірақ сол сәтте жүрегі әлде бір жылы әуенге толып кетті. Бұл сөзсіз түсіністіктің, шынайы байланыстың әуені еді. Сол күннен бастап олар үнсіздіктің өзін әңгімеге айналдыра алатын болды. Қараша айы толығымен суыққа айналып, Айдана мен Ерболдың кездесулері сирей бастаған еді. Жұмыс, сабақ, отбасы бәрі өз міндетін талап ететін. Бірақ күнде болмаса да аптасына бір мәрте кездесу олар үшін жеткілікті еді. Бір күні Айдана Ерболды үйіне шақырды. Себебі бір ерекше нәрсені көрсеткісі келген. Саған бір ескі естелік көрсетем, деді ол Ербол келген бетте. Бірақ күлме, жарай ма?
Ол ескі сандықтан бірнеше фотоальбом шығарды. Балалық шағындағы суреттер. Төбесі тесік үй, мата жамылған пеш, күлімсіреген кішкентай Айдана. Ербол үнсіз қарап отырды. «Мен осы өмірден шыққанмын», деді қыз сәл тұнжырап. «Кейде соны ұмытып кете жаздаймын. Ал мен дәл осы өмір үшін сені жақсы көріп келе жатқан сияқтымын», деді Ербол жай ғана. «Өзіңмен бірге сенің өткеніңді де, болашағыңды да қабылдаймын». Айдана басын изеді, жауап бермеді. Тек Ерболға қарап, көзіне мөлдіртеп жас келді. Бұл жүрекпен сезілген сүйіспеншіліктің белгісі еді. Айдана мен Ербол арасындағы сезім күн өткен сайын тереңдей түсті. Бірақ тыныш өмірдің ортасына бір күтпеген оқиға килікті. Кешкісін Ербол Айданаға хабарласпақ болып, телефонын қолына алған сәтте, оған бейтаныс номерден қоңырау келді. «Ербол бауырым», деді дауыс. «Мен Айдананың ағасымын, сенімен сөйлесуім керек». Кездесу келесі күні кафеде өтті. Ағасы тік мінезді, көзқарасы салмақты кісі екен. «Менің қарындасым оңай жараланатын жан. Оның жүрегі қағаздай нәзік. Егер шын ниетің болмаса, жолама». Ербол орнынан қозғалмастан, «Мен Айдананың көз жасына себеп болғым келмейді. Оны бақытты ету ниетім емес, міндетім», деді байсалды түрде. Ағасы үнсіз басын изеді. «Жарайды, бірақ бір сұрақ. Өткенің қандай? Қарындасыма кіммен келгенің емес, кім екенің маңызды». Сол сәтте Ербол алғаш рет өткенін, ауылда өскенін, анасының жоқтығын, өз бетімен өмір кешіп жүргенін бүкпесіз айтып берді. Бұл адалдық Айдананың ағасына әсер етті. «Қарындасымның сендей адаммен жүргеніне ризамын», деді ол қоштасарда. Ербол терең тыныстап үйге бет алды. Бірақ ол Айданаға болған әңгімені айтпады. Себебі махаббат кейде қорған да бола білу еді. Күндер өтіп жатты. Айдана мен Ерболдың қарым-қатынасы бұрынғыдай жылы. Бірақ Айдана Ерболдың ішінен бір салқындық байқай бастады. «Бірдеңе мазалап жүрме, Ербол?» деп сұрады бір күні ол жай ғана. «Жоқ, бәрі жақсы», деді Ербол күлімсіреп. Бірақ көзі басқа нәрсені айтып тұрғандай еді. Айдана оны алғаш рет түсіне алмай қалды. Ербол бұрынғыдай ұзақ әңгімелеспейді. Бірге отырып ішкі сырын ашпайды. Оның орнына үнсіздік көбейді. Айдана өз-өзіне «Мені сүймей қалды ма, әлде бірдеңе жасырып жүр ме?» деген сұрақтармен күн кешті. Бірақ жүректің алдамайтыны бар. Бір түнде Айдана Ерболдың телефонына хабарлама түскенін байқап қалды. «Бейтаныс номер, сені әлі ұмытпадым». Жүрегі сыздап кетті. Сол сәтте бәрі тоқтап қалғандай болды. Ол ештеңе деместен бұрылып сыртқа шықты. Бірақ бұл үнсіздік олардың арасына алшақтық салып бара жатқанын екеуі де сезіп тұрды. Сол түні Айдана алғаш рет кетейін бе, қалайын ба деген оймен ұйықтады. Айдана таңды көз ілмей атырды. Көңілі алай-дүлей. Ерболды оятып бәрін сұрағысы келді, бірақ қорықты. Жауабынан қорықты. Таңертең Ербол үйден асығыс шығып кетті. Айдана үнсіз ғана шығарып салды. Есіктің жабылған даусынан кейін көзіне жас келді. Іштегі сенім мен күдік күресіп, жүрегін екіге жарды. Ол бір шешімге келгісі келді. Ең болмаса шындықты білгісі келді. Ерболдың телефоны қолына тұр еді. Ұялы телефонда бәрі тұр. Бірақ ол қарап қоймады. «Егер мен сенбесем, бәрі бітеді», деп өз-өзін тоқтатты. Сол күні кешке Ербол кеш келді. Үнсіздік. Дастархан басында көз де, сөз де түйіспеді. Бірақ Айдана бұл үнсіздікті бұзуға бекінді. «Ербол, біз сөйлесуіміз керек». Ербол басын изеді. Көзі алаң. «Бір нәрсе өзгеріп кетті, рас па?» деді Айдана жай ғана. Ербол терең күрсінді. «Иә, Айдана, мен шындықты айтуым керек». Айдана жүрегін ұстап қалды. Ол не естімек? Бірақ бұл сен ойлағандай емес.
Жауапты естімей тұрып-ақ жанын бір сезім сыздатып өтті. Өйткені кейде шындық өзі де сезіп жүрген сезімнің расталуы ғана болатын. Айдана, сен менен ешқашан өтірік естіген емессің. Енді де өтірік айтқым келмейді, деді Ербол дауысы бәсең, бірақ анық. Айдананың жүрегі дүрсілдеп, тамағына өксік тіреліп тұрды. Естуге дайын емес еді, бірақ керек екенін білді. Соңғы кездері жұмыста бір әріптеспен жиі жұмыс істеп жүрміз. Ол көп сөйлейді, сұрақ көп қояды, қарапайым қарым-қатынас еді, бірақ сенің көзіңдегі сенім жоғалып кеткенін байқадым. Бұл менің де кінәм. Айдана үнсіз тыңдап отыр. Ерболдың мойындауы да, көзіндегі өкініш те шынайы еді. Бірақ оның жанын ауыртқан еркектің сезімі емес, өзгерген қарым-қатынас. Арадағы нәзік жіптің үзілгені. Мен ештеңе бүлдірмедім, Айдана. Бірақ сені жоғалтып алудан қатты қорқып жүрмін, деді Ербол. Айдана көз жасын сүртпестен айтты. Мәселе басқа әйелде емес, мәселе біз екеумізде. Біз сөйлеспеуді әдетке айналдырдық. Мен саған өкпеледім, сен мені түсінбедің. Арадағы қашықтықты ешкім салған жоқ, екеуміз тұрғыздық. Үнсіздік. Ербол, бізді әлі кеш емес деп ойлайсың ба? Деп сұрады ол сыбырлап. Ербол орнынан тұрып, оның жанына келіп, қолынан ұстады. Меніңше, біздің құтқара алатын жалғыз нәрсе шындық пен өзімізге деген сенім. Егер екеуміз соны қайта құрсақ, бәрін қайта бастауға болады. Айдана көз жасын жасыра алмады. Бұл кешірім емес, бірақ түсіністікке қадам еді. Кешірім сұрау оңай, ал сенім қайта құру уақыт пен ниетке байланысты. Айдана мен Ерболдың арасында енді үнсіздік емес, іштей өзгеруге деген ұмтылыс пайда болды. Келесі күні Айдана ескі күнделігінің парақтарын ашты. Ерболмен алғаш танысқан кездері, махаббаттың бал дәурені, алғашқы серуендер, сәлемдесудегі діріл, бәрі жазулы тұр. Қайда кетті сол күндер деп күбірледі. Сол сәтте Ербол телефонмен жазды. Бүгін кешке бір жерге барып қайтайық. Бастысы екеуміз бірге болсақ жеткілікті. Айдана жүрегі елжіреп, үнсіз келісті. Ол кездесуге ұзақ дайындалды. Сырт келбеті емес, ішкі дайындық маңызды еді. Себебі бұл бір-біріне қайта ғашық болудың алғашқы сәтті болуы мүмкін. Кешке олар тыныш саябаққа келді. Қарапайым орындық, қарапайым үнсіздік, бірақ арасында жаңа бір үміт. Білесің бе, мен сені ешқашан жек көре алмадым, деді Айдана жай ғана. Ал мен сені ешқашан сүймей қалмадым, деді Ербол. Кешкі самал екеуінің арасындағы ауырлықты сәл де болса жеңілдеткендей. Олар қайтадан сөйлесе бастады. Әңгіме жүректен, сөз таза ниеттен шықты. Бізге енді не істеу керек, деді Айдана. Қайта ғашық болу, деді Ербол. Бірақ бұл жолы ақылмен де. Айдана жай ғана бас изеді. Міне, екі жүрек арасындағы көпір қайта салына бастады. Айдана мен Ербол арадағы көпірді қайта қалпына келтіре бастағанымен бір кездесумен бәрі шешілмейтін олар жақсы білді. Махаббат бір ғана кеш емес, күн сайын таңдау жасау. Сол аптада олар алғаш рет бірге кешкі ас ішті. Үйде екеуі де ұялып отыр. Бір кезде Ербол күлді. Сен бұрын мені мазақтап күлдіріп отыратын едің ғой. Сен де мені көк шөп жеме деп күлдіріп ас ішкізбейтінсің, деді Айдана жымиып қойды. Сол сәтте бір сәтке бәрі қайтадан бұрынғыдай болғандай көрінді. Күлкі, жеңілдік, жақындық. Кешке жаңбыр жауды. Терезе алдында отырып, шай ішіп отырған екеу үнсіз табиғатты тамашалады. Жаңбыр тамшылары терезе әйнегін ұрып, үй ішіне тыныш бір ырғақ алып келді. Айдана, жаңбырдан кейінгі иісті жақсы көрем. Таза, бастан бастау сияқты. Біз де сондай бола аламыз, деді Ербол. Жаңбырдан кейінгі иістей, жаңа.
Сол түні екеуі алғаш рет өткенді емес, болашақты ойлап ұйықтады. Бұл жай ғана татуласу емес еді. Бұл бірге өсуге, бірге қайтадан бастауға дайындық. Айдананың жүрегі баяу ғана. Бәлкім бұл жолы шынымен де бәрі өзгеше болар деп сыбырлады. Келесі күні Айдана таңертең ерте оянып, терезеден сыртқа көз тастады. Күн шыққан, дала таза, жаңбырдан кейінгі шөптің иісі әлі ауада еді. Ол терең тыныс алып, ішін жылы сезім жайлады. Ербол ас әзірлеп жатыр екен. Оның көңіл күйі ерекше, жеңіл әрі босаңсыған. Айдана, келіп шай ішіп алайық, деді ол жымиып. Қонақ бөлмеге жайғасқан екеуі бір-біріне қарады. Бір сәт үнсіздік орнады да, Айдана тұрып Ерболдың қолын ұстап қойды. Ербол, мен сені кешірдім. Өткенді артқа тастайық, енді бірге жаңа өмір бастайық, деді ол көзін жыпылықтатып. Мен де солай ойлаймын. Айдана, сен менің өмірімнің ең маңызды адамысың, деп Ербол шын жүректен жауап берді. Олар бірге күліп, бірге армандады. Бұл шынайы махаббаттың бастамасы еді. Өткен жараларын жазу оңай емес, бірақ екеуі де жүректерін ашуға дайын болды. Айдана ойлады, бұл жолы бәрі жақсы болады. Біз бірге күштіміз. Жаңа күн, жаңа үміт, жаңа махаббат үшін. Айдана мен Ерболдың арасындағы қарым-қатынас қайта түлеп, сенім ояна бастады. Бірақ өмірде ештеңе де оңай болмайтынын олар жақсы түсінді. Бір күні Айдана жұмысқа кетіп бара жатып, көршілердің сыбырын естіп қалды. Ерболдың ескі достары әлі күнге дейін оның артында жағымсыз сөз айтып жүр екен, деді көршісі. Ол бұл сөздерді естіп жүрегі ауырды. Бірақ ертеңіне Ерболға барлығын айтпай қолдау көрсетуге шешім қабылдады. Ербол, біз біргеміз. Мен сенің өткеніңді емес, бүгінгі және келешегіңді жақсы көремін, деді Айдана. Ербол болса, бұл сөздерден күші артып, айқын мақсатпен өмір сүруге ниетті болды. Алайда сынақтар тоқтамай қойды. Бір кеште Айдана жұмысынан кешкенде Ерболдың телефонына белгісіз номерден хабарламалар келіп жатты. Бұл өткеннің көлеңкесі ме, әлде жаңа қауіп пе? Айдана мен Ерболдың махаббаты тағы бір сынақ келе жатты. Келесі күні Ербол Айданамен отырып ашық сөйлесуді шешті. Айдана, мен сені ештеңемен шатастырғым келмейді. Ол хабарламалар ескі достарымның айласы. Мен олардан арыламын, деді ол. Айдана оның шын көңілмен сөйлегенін сезді. Бізге бірге жаңа бет ашу керек, Ербол. Өткеннің көлеңкесін артта қалдырып, бірге өмір сүрейік, деді Айдана жұмсақ үнмен. Сол сәттен бастап олар бір-біріне деген сенім мен махаббатты нығайтуға барын салды. Жүректерінің тереңінде жаңа өмір, таза сезімдер мен шынайы бақытқа жол ашылды. Махаббат бұл сынақтардан өтіп бірге өсу, кешірім мен сенімнің ұштасуы екенін олар түсінді. Осылайша, Айдана мен Ерболдың тарихы жаңа кезеңге аяқ басты. Сенім мен шынайылыққа толы, жүректерін біріктірген махаббат. Уақыт өте келе, Айдана мен Ербол арасындағы қарым-қатынас терең әрі шынайы болды. Олар бірге қуаныш пен қайғыны бөлісті. Қиындықтарды бірге еңсерді. Әр күндері бір-бірін түсініп, қолдап жүрді. Бір кеште Айдана Ерболға қарап, махаббат бұл тек сезім емес, сенім мен жауапкершілік. Біз осыны бірге түсіндік, деді. Ербол қолын созып, Айдананың қолын ұстады. Я, біз бәрін бірге өткердік. Енді болашаққа бірге қараймыз, деді. Олар бірге жаңа өмірге, жаңа армандарға бет алды. Өткеннің ауыртпалығы артта қалып, ал алда тек бақыт пен шынайы махаббат тұрды. Жүректерінің ең тереңінен шыққан бұл сезім нағыз махаббаттың күші еді. Махаббат кешірім мен сеніммен, бірге өсумен бірге болудан тұрады. Осылайша, олардың тарихы жүрекке жететін, өмір бойы ұмытылмайтын махаббат ертегісіне айналды. Сеніміңді жоғалтпа. Махаббат сенің өміріңнің ең үлкен сыйы. Соңы. Бүгінгі әңгімені соңына дейін тыңдаған сізге үлкен рахмет. Егерде жүрегіңізге жетсе, қандай да бір ой қалдырса, комментарийге жазып кетіңіз. Және де менің парақшама тіркеліп, подписация басуды ұмытпаңыз. Келесі әңгімеде кездескенше аман болыңыз.